Thanks again for joining me today. It's lovely to see you here. Сұхбатқа келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Роузи, сізді қазақстандық медиа Ұлыбритания патшайымы Элизабет II-нің бөлесі деп шулады. Шынымен солай ма? Иә, ол рас. Мен ұлы мәртебелі патшайымның шотландиялық нағашы жұрты жағынан туысқанмын. Аналарымыз апалы сіңлі болып келеді. Сол шотландиялық ханым ғой атымды шулатып шығарып жүрген. Рас па, сөйлеуіңізде шотландиялық акцент байқалмайды ғой? Иә, сезілмейді. Бірақ сенен уэльстік акцент сезіп қойдым. Okay, so did she send you kind of Сонда патшалық әулет сіздерге сапарға дейін не одан кейін хат жазбады ма? Үйге қайтқанда сол жақтан ерекше қызығушылық болады деп ойлаймын. Қазақстанда өздеріңіз білетін шығарсыздар. Чарльз Ханзада экология мен тұрақтылықты сақтау бойынша көп еңбек етіп келеді. Ол кісінің де бізге қояр сұрағы барына кәміл сенемін. So Pom, you have some Пом, саяхаттап жүргенде сырқаттанып қалыпсыз. Қалай тәуір болдыңыз? Аптап ыстықта соқтықпалы, соқпақсыз жолмен бірнеше күн жүру шынымен де ауыр болды. Жүктің бәрін арбада тасып жүрдік. Суымызда шектеулі мөлшерде. Қатты шаршадым. Содан серік келіп мені алып кетті. 1-2 күн демалуыма тура келді. Ал Роузи өзі жалғыз сапарын жалғастырды. Иә, солай жалғыз өзім құрсылдерімді сүйреп келе жатқанда қатты шөл қысты. Күн қайнап тұр. Қасыма шаруа көлігі кеп тоқтады. Ішінен бір жас жігіт шықты. Екеуміз бір-біріміздің тілімізді білмейміз. Менің тамағым құрғап, тілім аузыма симай тұр. Әйтеуір ымдап түсіністік. Содан ол көлігіне кірді де өзінде бар бір бөтелке суды маған ұсынды. Өзі де шөлдеп тұр. Күн енді тас төбеге көтерілген. Кешке дейінгі бар қоры сол бір бөтелке болса да, менімен бөліскені жүрегімді қатты тебірентті. Нәтиже жайлы сөйлесу әлерт екенін білем. Алайда осы уақытқа дейін не біліп, не үйрендіңіздер? Көп нәрсені біліп қайттық. Бірнеше жыл бұрын батыс елдері Арал теңізі жайлы естіп шулап жатты. Олар Аралды адамзат қолынан болған ең үлкен трагедия деп қана білді. Бірақ қалай болғаны жайлы көп ақпарат жоқ еді. Біз сол ең жас шөл аралғымның шығу себебін білуге ұмтылдық. Қазақстан не басқа билік өкілдерінің апат салдарымен күресуіне куә болдық. Жануарлардың шерге су таппай жүргенін көру аянышты. Алайда қуануға да болатын жағдайларды көрдік. Бөгеттің салынуы, сексеуіл ормандарының отырғызылуы, тұрғындардың оралуы көңілге жұбаныш болады екен. Өңірдің ерекше сұлулығы да бізді ерекше тамсандырды. Could you please make it more clear what Нақты не тамсандырды? by the beauty of that place? What things? Аспандағы жұлдыздар, Аспандағы жұлдыздар ерекше болды. Тас қараңғыда соншама көп жұлдызды көру күнде болатын құбылыс емес. Бәрі тым-тырыс ерекше күй. So what it would be like an Нәтижесін қалай жариялайсыздар? Мақала бола ма, көрме ме, әлде деректі фильм бе? Пом керемет фотограф. Оған қоса біршама видеода түсірдік. Сол көп материалды жинап ұйымдастыру Помның міндеті. Олардың бәрін Лондондағы патшалық географиялық қауымдастықта фотокөрме ретінде дүйім жұртқа ұсынамыз. Біріккен ұлттар ұйымының климаттық өзгерістерге орай өткізілетін COP26 платформасында да жариялаймыз. Yeah, in Bristol. Бристол қаласындағы ма? No, that's a Blue Earth. Blue Earth. Okay. Оның ауқымы аса үлкен. Бұқаралық ақпарат құралдары да тартылады. Екі ел арасындағы достықты елшілердің қолдауымен одан әрі нығайта түскіміз келеді. Сапар барысында біздің ұлттық ас мәзірінен дәм таттыңыздар ма? Сондай мол дастархан болды. Қызылды жасылды әдемі кілемдердің үстіне малдас құрып отыра қалып, үлкен дастархандағы әр түрлі астан ауыз тию деген сондай бір ғанибет. Халық та сондай қонақ жай. Сен жылқы етін жедің емес пе? Ой, мен жеген жоқпын. Ондай ойым да жоқ. Рас, шетелдіктер Қазақстанда жылқы етін жейді дегенде шошып жатады. Көп адамдар жылқы етін жей береді. Мен тек вегетариан болып тұрмын. Yeah, sorry for asking that, but Роузи, сіз ше жылқы етін жеп көрдіңіз бе? Иә, Чехияда жүргенде жеп көргем. Бірақ онша ұнатпадым. Тітіркеніп кеттім. really. Рас па, одан соң мүлдем жеп көрмедіңіз бе? Ертең Алматыға барғанда ауыз тисем бе деп отырмын. Сонымен енді қайда сапар шегесіздер? Әзірге айтпай тұра тұрамыз ба? Алматыға барамыз. Рас па? Иә, Алматы экспедициясы. Бірақ Серік маған сіздерді Оңтүстік Американың джунгліне барады деп айтты. Рас па? Барамыз. Иә, баруды ойластырып отырмыз. So millions of people are watching you now. So Сіздерді қазір миллиондаған қазақстандықтар көріп отыр. Оларға бір ауыз сәлемдеріңіз болса.
Бізді тамсандырған осындай сұлу Қазақстанның барша тұрғындарына қайырлы таң. Баршаңызды үйден шығып, арман қуып, қызық қуып, саяхаттап жүруге шақырам. Сүрінуден қорықпаңыз, жығылғанды жер көтереді. Мен де баршаңызға қайырлы таң тілеймін. Рози айтқандай сыртқа шығыңыздар. Тек күндіз емес, түнде де шығыңыз. Аспанға қарап, жұлдыздың сұлулығына куә болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.